Жар төсегінен ыстық, жар төсегінен ләззатты, жар төсегінен тәтті нәрсенің мынау жарық дүниеде жоқ екеніне Ақшолпанның көзі жетіп, көкірегіне түйгені қашан. Байлық бақыт емес, бедел, өзгені қорқытып бүркіту үшін, алдыңа әлсіздің тізесін бүктіру үшін ғана қажет екен. Ал жар құшағы. Атақты бай Құдай қосқан қосағы Қожаназардың дүние салғанына да 3-4 жыл мезгіл өтті. Қара жамылып жылын күтті. Бұдан емес, өзге әйелден әлгі жауапкершілікте қолға түскен Қонай батырдың сауға қалған қалмақ әйелінен туған балалары Жем өзенінің бойындағы әдемі тоғайлықта қазақ даласында бұрын соңды болмаған ас берді. Оған кіші жүздің ханын шақырды. Атынан түскен ханның алдына қонақ үйіне жеткенше ақ киіз төседі. Кейін бұл жер ақ киіз тоғай атанып кетті. Қайғының қара түнегі иығынан түсіп, жеңілдеген сайын көңілін әлдене арбағандай, әлдене денесін шымшығандай, әлденеге омырауын қытықтағандай болады. Әсіресе күні кеше қайынысы ағаның орнына отырған жеңгеге көрсе келіп кеткелі, Наурыз мерекесі өткелі. Тұла бойы өртеніп барады. Құс төсек құс мамықтан емес, жылқының сабаудай қылынан жасалғандай, тал шыбықтай бұралған дененің тиген жеріне түрпідей тиеді. Бұның тілегені бір нәрсе. Отағасының тамағын сипай, қытықтайтын ұзын тарым сақалының қыпша белін екі орап алатын салалы саусақты, ұзын қолдарының орны бөлек екен ғой. Бәрі еске түсіп, Ақшолпанды төсектен атып тұрғызды. Құш жастықты құшақтатып, қайта жатқызды. Жұмсақ жастық оның құшағын толтыра алмай, жұмарланды да қалды. Ызадан есік жаққа лақтырып жіберді. Жігерсіз жасық еркек емес, ызадан қол дір-дір етті. Найза кірпіктер ашылып жабылып, жанаржан жас моншақтар домалады. Ақшолпанның бұл өкпесі кеше келіп кеткен қайнысында болатын. Кейін әже болған кезінде ол қайны мен қайнағалар туралы біреу батыл жетіп көрпемді аша алмайды. Ал қойшы қолаңды үстіме шығаруға қорсындым деп отыратын болды. Иә, кеше қайнысы әлі келген, тұлғалы, ажар көркі бір еркектен кем емес жігіт ағасы. Жеңеше, Наурыздан көрісе келдім деді ол. Жасы өзіне мүшел кіші, Ақшолпанды ата салтымен жеңеше деді. Жеңеше, жай күйін қалай? Қошан батыр өсіп келе жатыр ма? Ағаның қара шаңырағының иесі сол ғой. Әлінің шай қайнатым мен ет пісірім уақыттың ішінде бар айтқан әңгімесі осы болды. Шайды үнсіз сораптады. Бағланның жас етін аузына үнсіз үсті-үстіне тыққыштады. Қолын шайды, тісін шұқыды. Сосын, жеңеше, ерте жүріп кетсем, жылқышылар қосында шаруам бар деді де сыртқа шығып кетті. Ақшолпан ойланып қалды. Әмеңгерлік жолмен қалауын сұраса іштей осы қайнысын меншіктеп жүрген тек үйіндегі шүйке басы долылау. Ақшолпан бір жыныстанбыз ғой, оның да тілін табармын деп ойлаған. Міне, енді сол көңілі құлаған қайнысы жеңгенің оңаша ақбоз үйіне арнайы атбасын тіреп қонғалы тұр. Демек, оның да көңілінде. Ақшолпан ақбоз үйдің ішіне екі төсек салды. Бірін кішігірімдеу, қойшы қолаңның төсегіндей жұқалтау етіп төседі. Екіншісін екі кісілік, яғни бұрынғы отағасы бардағы төсектей көз жауын аларлық етіп салды. Не де болса арадағы нәзік жіптің түйілген тұсын Ақшолпанның өзі шешуге ниеттенді. Сырттан үйге кірген әліге қайным деді. Келісіңнің сыр құпиясын әлі ашпадың. Егер қонақ болып келсең, онда қонақ төсегің анау, босаға жақындау салынған жыпыны төсекті нұсқады. Ал ағаңның орнын жоқтатпағалы келсең, төсегің мынау. Ылғи құстың мамығынан ғана жасалған, шайы жібектермен тысталған, қандай еркектің болса да есін алатын оттай ыстық жар төсегін көрсетті. Әлі жеңгесіне қарап қалып еді. Жасы 20-дан енді асқан келіншек қырдың қызыл түлкісіндей құлпырып тұр екен. Дүниеде сірә бұдан асқан сұлу ұрғашы болмас. Жүрегі бүлк етті. Жанарын әлі сұлулық жасқап, өзіне мүшел жас кіші, бірақ қазіргі сәттегі үстемділікті билікті өз қолына алып тұрған келіншекке екінші рет тік қарауға батылы жетпеді. Осы сәт көз алдына үйіндегі бейпіл ауыздау өз қатын елестеген. Осы қылығын сезсе, күнертен оның басы ойраңдалатындай сезінді. Әлінің маңдайынан тер бұрқ етті. Жеңгесінің бұл батыл қылығы оған жуса кетпейтін күнәдай көрінді. Егер қосылсақ болған күннің өзінде де неке суын ішісіп, айда елем алдында жария етіп барып, жар төсегіне жату керек емес пе? Ақшолпан, деді ол, сырт киімін кереге басына іліп жатып. Бүгін мен
Қонақ ретінде келдім. Ал мүмкін кейін. Ақшолпан әлінің сөзін аяқтатпай қатқыл үнмен үзіп жіберді. Қонақ болсаң төсегің анау. Өзі сыртқа атып шығып, өксігін баса алмай ағыл-тегіл ұзақ жылады. Тағдырын қарғады, әкесін қарғады. Өз әлін білмей отқа қолын көсеген кәрі қақпас отағасы Қожаназарды қарғады. Өмірді ойыншықтай көріп, бәріне келісім берген өзін қарғады. Қайнысының сондағы келісінің мәнісіне түсінбеген, өзінің ерке қылығы сәтсіз болып шықты. Ақшолпан сол оқиғаны еске алып, әлгі сөзін тағы қайталады. Жігерсіз, жасық еркек емес, түн сылсымы, түн арбауы келіншекті ұйықтатар түрі жоқ. Байдың бұл қызы өмірдің қысастығына қысастықпен жауап бергісі, тіпті тәлкек еткісі келген. Бірақ қатал тағдыр аңғал сәби көңілді бой жеткеннің түсінік түйсігінен тым күрделілік болып шықты. Ол оңаша үйде отырып, өз-өзінен мынандай мағынадағы зар өлең айтатын болды. Ұмат шалып басылып, төсек бұл жатқан шашылып, түлкі құйрықты қу тағдыр, қарғаймын сені ашынып. Сөндірген кім бар өз отын, жылқысар шақта етін өз, араша түспей затқан, қарғаймын әке қатыгез. Сақалын мұртын ақ басқан, кірпігін қарар қақпастан, балымды сорған тілімнен, қарғаймын сені қақпас шал. Оттан дастық қойны бар, ашылған талай қойындар, қарғаймын тағы батылсыз, қайнағалар, қайнылар. Қайтемін жәудір көзімді, бол алмай шыққан төзімді, тәкаппарлықтан тартқан сазайын, қарғаймын және өзімді. Дүние қоңыз қуған кіл, шыққандай жаурап судан бір, не жазды мына зарлатқан, тылсымы мол қу тағдыр. Иә, тағдырның бұлай түзілуіне өзі кінәлі. Менің бетіме жан қарай алмайды, айтқаным орындалады дейтін өр көкіректігі түбіне жетті. Олай емес, бәрі де алдамшы жалған екен. Оның есіне Қожаназар байға қалай тоқал болған түсті. Әлім елінің аузынан тастамайтын айдай сұлу Ақшолпаны болатын бұл. Әкесі мыңыраған бай болса, өзі аса сұлу, аса шолпаннан бақытты кім болмақ? Қызметші қыздарының бірі маңдайынан сипап, шашын өрсе бірі балтырмен санын сылайтын. Сол кезде бұл маужырап ұйқыға кететін. Жігіттердің аузында Ақшолпан, жеңгелерінің аузында Еркежан сырғалым болатын. Бірде елінде той болды. Қыз бозбалалар отырған отау әр кезде көңілді. Ән күйге бөленбей ме? Ақшолпан қолына домбыра алып, мақпал дауыспен үзілдіріп ән шырқады. Тойшылардың бірі есіктен, бірі іргеден, аттылар жабықтыдан таласа сығалап қалыпты. Кенет Ақшолпанның көзі жабықтан сығалап тұрғандардың ішінен сақалы әппақ, жанары нұрлы, құндыз бөрікті асыл шапанды қартқа түсті. Әлгі паң мінезді қарт Ақшолпанға сүйсіне қарап тұр екен. Манадан бері ту сыртынан оқша қадалған көздің есі осы екен сезгендей. Мына ақшынақ шалғада қыз керек пе деп сыңғырлап күліп еді. Оған сарымайдай дәметкен итім құрсын деп бозбалалардың бәрі қосылып күліп, қолдарын шошайтып, әлгі қызға тесіле қараған қартты мазақ етті. Бірақ Ақшолпан аузынан аңдамай айтылған осы сөздің кейін өзінің бар тағдырын шешерін сол бойда қайдан білсін. Жабықтан сығалап тұрған шал адайдың атақты байы Қожаназар болатын. Өзін құдай санайтын Қожаназарды әлгі сөз қамшымен қақ маңдайдан сарт еткізіп ұрғанмен бірдей болды. Тоты құс торға өзің түстің деді, бай іштей бір мырс етіп. Мына тоты құс кімнің бақшасынан екен, білші деді ол қосшысына қарап. Сөйтті де тойдың соңын күтпей ауылынан жар салып жүре берді. Той иелерінің ішінде абыржу пайда болды. Қожаназар өкпелеп кетіпті. Кімге? Әлімдерге. Неге? Сәлкенбайдың сайықмазақ қызы Ақшынақ шал деп масқаралапты. Ұят болған екен. Әлімдер, енді сендер адайға ат шапан айып төлейсіңдер. Жігітке емес, қыздарыңызға мырзамызды сөккізіп. Қожаназарға да керегі осы қаңқу сөз еді. Келе Сәлкенбайдың ауылына құда аттандырды. Айтқаны, топ ішінде абыройымды төккен қызға көңілім ауды. Шал демесін, аруым деп қадірлеп өтем. Ақшолпанға да Алла адамның осы деп тұспалдаған болар. Әйтпесе сақалыма жабысар жөн жоқ еді. Сәлкен ауылының түндігі құйын соққандай тулады. Қожаназардың қай басынғаны, 80-дегі шалдың дәмесінің зорын, қызымыздың теңі болса бір жөн. Қойыңдар ағайын, қызымыздың өзінен жатқан айдахардың құйрығын басып. Осы кезде Ақшолпан, әке, жатқан айдахардың құйрығын бассам, басымды бәйгіге өзім тігейін.
Бай мал жанды келеді, оны малмен қаштырарлық. Әрі қанша бай болса да тауып бере алмайтын қалың сұраңыз. Қалың малым анау болсын. Қожаназардың жасы 80-де ғой. Бір өңнен шашасы, ақ алаяқ 80 күрең, құнажым байтал 800, ақ сарбас марқа 40, алмас өркеш ақ тайлақ. Қандай байдан да бірінен бір айнымайтын бұндай төл түрі табылмайтын. Қыз байламын естіген құдалар елге шапты. Қожаназар жылқышылы Еспердіні қойшысымен түйешін шақыртып алды. Әке деді Есперді, алаяқ шашасы ақ күрең 80 байталды бір айғырдың үйірінен ақ тауып берем. Байеке деді қойшы, 800 ақ сарбаз марқаңыз анау бөлек жатқан отар. Қожеке деді, байдың өзімен тұстас түйеші, алмас өркеш 40 ақтайлық Қожаназардың келесінен табылмағанда қайдан табылады. Бірақ кәр тарлан айғырау, осы жол үйірге түспей-ақ қойсан қайтеді. Онсыз да әйелмен баладан кендемессің ғой. Ақшолпанның қалың малы сол бойда Сәлкен байдың ауылына айдалды. Қожаназар байлығымен жеңіп кетті. Жылқысы да, қойы да, түйесі де асыл тұқымды болып шықты. Жас ару аузынан жазды. Сөйтіп Қожаназарға тоқалдыққа келді. Алғашқы түні отағасы ыстық көрпені ашып, Шолпанжан, кәрі деме, жаным жас, көңіліммен маған берілсең, айтқаным екетілмейді. Бісміллә, Рахмани Рахим деп теріс қарап, солқылдап жылап жатқан Ақшолпанды бауырына басқалы өзіне қарата берген. Ашулы Ақшолпан оның қолын қағып жіберді де, маған жолама деді. Қайта теріс қарап жатты. Бұдан кейін Қожаназар да қайтып қолын созған жоқ, жұбатуды айтпады. Таң атты, әркім өз шаруаларына кірісіп кетті. Екінші күні де бір төсекте некелер қиылған ерлі зайыпты екі адам, дәлірек айтқанда 80-дегі шал мен 17-дегі жас қыз екі жаққа қарап жатып шықты. Ашуың басылсын, қақпаға түскен бөкенсің ғой, қайда кетермін дейсің деп ойлады. Бұл өмірден түздің де, төсектің де ләззатын көп татқан отағасы. Үшінші түн. Әрберден соң Ақшолпан қосағына бұрылды. Бойындағы ашу тарап жуасыпты. Мүмкін күндізгі абысын ажындардың құлаққа сыбырлаған құпиялар да әсер еткен болар. Ақ білекті созып, ерінің мойнына салды. Сосын наздана осы кісіні тұңғыш жабықтан көргендегі теңеуін әуендете қайталап тіл қатты. Құдай салды, мен көндім, ақ шұнақ шал, бер жат. Қожаназардың құлағына бұл жолға әсем әуен ырғағымен айтылған ақ шұнақ шал сөзі ілкідегідей түрпідей тиген жоқ. Қайта бір асымды, аса бір қайда баланы еркелеткен естілген. Ақшолпан басына түскен тағдыр тәлкегін осылай жеңген. Аз күнде ақ байдың ерке тоқалына айналды. Қожаназар өзге әйелдерін мүлдем ұмытты. Дүниеге ұл келді. Ақшолпанның бағы одан сайын жана түскен. Отасқан соң 2 жылдан кейін Қожаназар дүние салды. Міне содан бер жас келіншек жар төсегін ең ыстық, ең ләззатты сәтін аңсап, жалғыздықпен алысумен келеді. Түн тылсымы, түн арбауы келіншекті ұйықтататын емес. Тұла бойын өртеп бара жатқан алапат жалын наурыз келе дүниедегі бар тіршіліктің жанданатын, қимыл қозғалысқа түсетін махаббаттың бір жаратын әдеті ғой. Ақшолпанның бойында аласұрған бір нәрсе құжынап, жыбыр-жыбыр еткендей. Бұл құрттың емі тек жар төсегі. Көрпеде көпшікте мұжғыланып қалған. Тіз киімін шешіп тастаған Ақшолпан шапан желбеге жамылып тысқа шықты. Жер бірақ бір қара матадан құрап тігілген әдемі көрпе тәрізді. Шығыс жақтан баяу қызыл желеседі. Есік алдындағы қоңырағайын бақа төбенің көлеңке жақ баурайындағы күртік нардың ортасына жүресінен отыра кетті. Есімді есірі еткен тезірек жер астына көміліп, құм толғыр неме, мәсаған, мұздай қарасатайын, от болып өртенген денеге қыз қарнынан айырылып, мом-момақан күйге түсіп жатқан сап-салқын ұлпақар тиген бойда жып-жұмсақ болып еріді. Өрттің емес, су емес пе? Дене рахат сезімге бөленгендей бейжай тарта бастады. Тұла бойдан шыпылдап тер бусанғандай ма? Ақшолпан маужырады. Бір рахат сезімге бөленді. Түндер бойы қағылмаған кірпік жұмылып, ұйықтап кетті. Келіншек оянып кеткенде таң рауандап келе жатты. Тұла бойы жеп-жеңіл. Манағы өрттің жыбырлаған құрт құмырсқасының бірі жоқ. Су сепкен тозаңдай басылған. Келіншек өз-өзінен таң қалды. Тіпті не болған, бұл жерге қалай келгенін, не күй кешкен есіне түсіргелі біраз тұрды.
Ақшолпан содан кейін түнгі жар төсегі, ләззаттың аңсаған сезім арналасынан бір жолата құтылды. Пенделіктен, нәпсі құмарлықпен ісі жоқ, сол елдің ақ жаулықты әжесі болды. Оның алдынан қайны да, қайнаға да, абысын ажын да, келін қыз да кесе көлденең өтпеді. Ақшолпан қыздай қосылған қосағы Қожаназарға адал күйінде дүниеден өтті. Әңгіменің соңы.